Жапырақтың сарғайып түскені, bu da bir күздің көркем бейнесі демекші. Аллахтың мейірімен алтын күздің ортасы, алдымызда қыс, сол қысқа дайындық жұмыстары. Ассаламу-алейкум достар. Біздің сервисте кезекті түсірілім. Nissan Altima автокөлігі. Қысқа дайындық жұмыстары. Пештің радиаторын ауыстырып жатырмыз. Nissan Altima автокөлігінің иелері панельді шашпай-ақ, мына панельді шашпай-ақ, осылай радиаторды ауыстырсаңыз болады. Мына жерден мудачок шешесіздер, мына жерден пластик детальдарын аласыздар. Одан мына қақпақшасын ашқаннан кейін осылай сізге қолжетімді болып, мынаны ашып аласыздар. Ең айтар кетерім, мынандай патрубкілерін, завальцовкасын ашып, соны ағытып, содан бей жаққа шығарып аласыздар. Біздің алдыңғы түсірілімдерді көрген болсаңыздар, Mazda MPV автокөлігінде осылай пешті ауыстырғанымызда патрубкасын радиаторға осылай қайтып орнына завальцовать етіп тастағанбыз. Ал бұл жолы біз осылай аргондық дәнекерлеу арқылы бекіттік. Осылай дұрыстау көрдік. Завальцовкамен де иншалла еш проблема жоқ. Бірақ осында неге жасап көрмеске деп осылай бекіттік. Жалпы құрметті жүргізушілер, егер сіз осындай пешті ауыстыру жұмыстарын жасайтын болсаңыздар, айтар кеңесім, осындай неше бір түрлі баллончиктер бар. Арнайы кондиционердің жүйесін тазалайтын. Бізде мына жерде радиатордың артқы бетінде кондиционердің испаритель дейтін деталь бар. Осы радиатор секілді нәрсе. Ол испаритель, мына салонный фильтр жиі ауыстырылмағандықтан, салонный фильтр кейбір машиналар тіпті қолданылмайды. Ондай да машиналар көргенбіз. Мына толықтай вентиляцияның системасы шаңға батқандықтан сол испаритель ластанып қалады. Сондықтан көп жерде байқайтын боларса, кондиционер қосқан кезде, бастап кезде бір шаңның иісі, бір жағымсыз иістер шығады. Кейбір уақытта ылғалдың иісі де шығады. Сондай жағымсыз иістерді, неше бір түрлі бактерияларды, шаңдарды тазалап шығатын осындай арнайы баллончиктер бар. Басқан кезде пена болып шығады. Ал бұның қолдану тәсілдеріне уақыт жібермей, неден толықтай YouTube арнасында неше бір материалдар бар. Қарасаңыздар болады. Жай ғана мен айтқым келгені, бір ашқан кезде жалпы осындай баллончикпен бір тазалап алсаңыздар болады. Сол себептен де біздің өңірімізде көп адамдар аллергиямен ауыратында осыған бір себеп болады. Құрметті әріптестер, сізге де айтарым, сізге осындай жұмыспен клиенттер келген кезде ұсыныңыздар, осындай қызмет көрсетеміз деп. Сізге де бір қызмет қосымша бір табыс көзі, клиенттерге де системаның тазалауына бір себеп. Сол секілді осындай мүмкіндіктерді пайдаланып отырып, кондиционердің жүйелерін тазалап алсаңыздар болады. Ал енді келесі айтылатын нәрсе, пеш жасамай қалған кезде оның бірнеше себептері бар, бірнеше себептері. Мысалға, мына жерде пешті ауыстырдық. Пешті ауыстырғанда жаңа толықта біз осы жерде жұмыс процесін өткіздік. Ол процесс система охлаждения дейді, орысшалап айтқанда. Сол жүйеде ауа қалып қояды. Оның ауасын әбден шығарып, толықтай судың толықтай системада жүруіне қадағалап, соған көз жеткізгеннен кейін барып, осы пешіміз жылайды. Жалпы айтайын дегенім, бұл жүйеде ауа қалып қойса да, шамалы осы радиаторымыз жылымайды. Екінші бір себептер, ол мына пештің корпусы бар. Пештің корпусының мына жерде заслонка бар. Заслонка дегеніміз мына пештің радиатор мен кондиционердің испарителінің ортасында ашық жауып тұратын бір қақпақша. Ол қақпақшаны, заслонканы мына корпустың арғы бетінде сервопривод бар. Қазір көрсетейін. Міне біздің сервопривод. Осы сервопривод мана айтқан заслонканы ашық жауып тұрады. Жаздың кезінде сіз кондиционер қолданғанда біздің мына пештің радиаторын жауады. Ал қыстың кезінде пеш қолданған уақытта кондиционердің испарителін жауады. Ауаның, желдің жүру бағытын сол кондиционерге, пешке бағыттап отырады. Тағы бір айта кететін себептердің бірі, қазір машинаны қосамыз. Мына жерде пештің корпусы дейді ғой, түгелдей корпусы. Соның араларында ешқандай бір ашықтық жер болмау керек.
Оны өткенде Mazda MPV-дің пешін ауыстырған уақытта бір толығырақ айтып кеткенбіз. Тағы да қайталап өтейік. Мысалға, мына жерде бізде пештің размері шамалы келмей, мынандай ашықтық болып қалды. Мына жерден вентиляторымызды қостық. Мына аралықтан жел шығып тұр. Бір амалын тауып бұны жабамыз. Жалпы айтайын дегенім, орысшалап айтқанда поток воздуха дейді ғой. Сол секілді бізге толықтай желдің күші осы жерден шығып, желдің күші жеткіліксіз болады. Енді айтарым тағы бір себептердің бірі, құрметті достар, салқындатқыш жүйесінің сұйықтығының деңгейіне түсіп кетуі. Яғни орысшалап айтқанда система охлаждениенің жидкісі, яғни бізде антифристің өзінің деңгейінен түсіп кетуі. Ал мына ВАЗ автокөліктерінде кездесетін жағдай, бұлардың печкасында кранчик болады, троспен тартылып ашық жабатын, сол уақыт өте келе жабысып қалады, я болмаса ашық жабатын тягысы сынып кетеді, я болмаса тросы қатып қалады. Сол себептерден ВАЗдарда кездесетін жағдайлардың бірі соған себеп болады. Ал Mercedes, BMW автокөліктерінде печкеге келетін сұйықтықты ашық жауып тұратын клапан болады. Сол клапан уақыт өте келе даттанып, я болмаса питание келмей, әртүрлі себептерін жасамай қалады. Достар, тағы бір айта кететін жағдайлардың бірі, тәжірибемізде кездескесін сонымен бөлісе кетейін сізбен. Кейбір көліктерде помпа, яғни орысшалап айтқанда водяной насос, сол помпаның күші азайғандықтан әртүрлі себептерге орай қысымны жай жібереді жылыту жүйесіне, яғни пешімізге жай жібереді. Кейбір сәттерде байқалады сондай жағдай. Газды бір белгілі деңгейге оборотты күшейтіп басқан кездерде пешіміз жылиды, газды жіберген сәтте жылымайды. Яғни ондай жағдайлардың бірі сол помпаның әлсіздігіне байланысты болатын себептердің бірі. Жалпы тәжірибемізде бір жағдай болды сондай. Бір өзде қосалқы бөлшектері табыла бермейтін көлік. Жұмыс нәтижесі сондай жағдайға барып тұрғасын, көлік иесіне әртүрлі нұсқаларды ұсындық. Я болмаса помпа алдырып тұру керек, тапсырыс беріп. Я болмаса газельдердің пешінде осындай насос болады. Осы насосты орнатып беруіміз керек болды. Осы екі нұсқаның біреуін таңдау керек болды. Ол клиентімізге осы тиімді болғасын, осындай насосты қондырып бердік. Тағы бір себептердің бірі мынандай жағдай. Мысалға міне пештің вентиляторын қосамыз, гуілдеп үріп тұр, жылуы да жақсы, бірақ желдің жылдамдығы жеткіліксіз. Бұндай жағдайларға себеп болатын салонный фильтрлер. Біз мына дайындап ашып қойдық, міне бардачокты түсіріп, осыны көреміз. Фильтрі қандай жағдайда екен. Әзірге өшіртіп қойық. Бұл біріншісі, екіншісі. Осындай қоқыстан желдің жылдамдығы күшін жоғалтып, жеткіліксіз болып, әлсіз болып үріп тұрады. Міне достар, сол секілді салонный фильтрге еш немқұрайлық танытпай, уақытымен ауыстырып, мүмкіндік болса, кейбір машиналарға табыла бермейді енді. Ондай болса, тапсырыс бересіздер ме, я болмаса дұрыстап тазалап, жалпы жиі қарап тұрыңыздар. Аллергияның қоздыруы шамалы біраз денсаулыққа зиян әсерлерге себеп болып келіп тиеді. Егер бұндай тазалайтын болсаңыздар, достар, сізге басқа да нұсқалар ұсыну мүмкін. Жай ғана спрей түрлері бар. Осына жерге қойып, YouTube'да бірнеше түрлері бар. Мына жерден ашып, шашып қойып, вентиляторды қосып, содан шашылған спрейді сорып тазалайтын түрлері бар. Неше бір сондай түрлері бар, бірақ ондай тазалау жұмыстарынан нәтиже айтарлықтай ойдағыдай болып шықпайды. Жалпы өз тәжірибемен кездескеніміз осындай пенамен ашқан кезде тура өзіне мына жерде сұйықтық ағатын өзінің шлангысы бар. Сол арқылы жіберсеңіз де болады. Бірақ толықтай ар жаққа түпкі жерлеріне апарам десеңіз, осындай пешті шығарған кездерде
тазаласаңыз болады. Достар, құрметті көрермендер, егер мына біздің пештің жасамауына әртүрлі себептерді түсіндірген ақпаратымыз бір жері күрделі болып, я болмаса бір жері түсініксіз болса, онда комментарияға, я болмаса осы номерге WhatsApp-қа жазсаңыз, біз сізге өткендегі Kia Sorento жөніндегі маңызды ақпаратымызды түсіндірген осындай жолмен сізге толықтай соның жылыту жүйесінің, салқындатқыш жүйесінің толықтай сызбаша түрде осылай түсіндіріп береміз, иншаллах, Аллах нәсіп етсе. Не, достар, біздің ақпарат сізге пайдалы болса, жұмысымызды бағалап, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, басқаларға да пайдасы тиетіндей болып таратып жіберсеңіздер, бірінің арнамызға үлкен демеу болады.